Достар, мен сіздерге өзімнің оқып жатқан кітабыммен кішкене бөліскім келіп отыр. Соңғы рет оқыған кітабым «Духовный закон богатства» Сайдмурод Давлатовтың. 3 апта бойы оқыдық. Мен алда басқа кітаптарға қарағанда кішкене созылып кетті. Бірақ бұл жердегі алатын инсайттарымыз, алатын нәрселеріміз өте көп екен. Соны айта өтетін болсам, бұл жерде Мехрон туралы болады. Мехрон деген азамат болады. Жалпы өзім сияқты қарапайым бір компанияда жұмыс жасайды. Өте мықты компанияның мықты сотруднигі болады. Жылма-жыл оның табысы өсе бастайды. Соған сеніп бұл үйін кредитке алады, машинасын кредитке алады. Барлығы отбасы үшін, отбасын өте жақсы көреді, бірақ ең маңызды отбасына көп уақыт бөлмейді. Өйткені жұмыс істеу керек, азына кешке дейін жұмыста болады. Бұл компанияда басшы ауысады. Басшы ауысуына байланысты компанияда қысқартулар жүреді. Бұл енді өзіне 100% уверен болады, өйткені мықты сотрудникпін, мен шығару мүмкін емес деген сияқты. Бірақ оған да кезек келеді. Күндердің күнінде бұны жұмыстан шығасың деген қолына қағаз беріледі. Өзінің өмірі тек сол жұмыспен ғана байланыстырып қойған адам, яғни дүңгіге түседі. Дәл сол кезде өзінің отбасында болған оқиға есіне түседі. Жұмысқа кетіп жатып, өзінің келіншегімен қатты ұрысқаны, қатты қиыншылыққа түседі. Соның барлығын ойланып, қарыздары бар, барлығын ойланып келе жатқан кезде, сол сәтте бұны келіп бір машина келіп соғады, есінен танып қалады. Есінен танып қалған кезде бұның жастық шағы есіне түсіп кетеді. Жастық шағында сол ешқандай уайым жоқ, әкесінің алып берген велосипедіне мініп алып, ешқандай уайымсыз басып жүрген нәрсенің бәрі есіне түседі. Сөйтіп есін жиса, бір иіс, мұрнына хлордың, спирттің иісі келеді. Бұл примерно біледі өзінің больницада жатыр екен деп. Бірақ көзін ашпай тұрып, өзінің қандай былыққа кіріп кеткенін есіне алады. Сөйтіп амал жоқ, көзін ашады, көзін ашса алдында доктор тұр екен. Сөйтіп врач айтады, бұған кішкене сотрясение болған, и бір-екі жерлерін жарақаттанған. Сен құдай қаласа бір-екі аптада шығасың дейді. Сөйтіп бұл айтады, сол шығуға асығып тұрған жоқпын деп ше. Сөйтіп врач не болды деп сұрайды, осындай өзінің жағдайын айтады. Оның сөзінің бәрін тыңдап отырып, түріне қарап отырып, мен де дәл сондай сенің ситуацияңда болған едім дейді. Бірақ мені осындай бір тұңғиықтан алып шыққан бір наставник болды дейді. Давайте мен сені соған таныстырайын дейді. Енді бұндай ұсынысты күтпеген Мехрон бірден таңғалып қалады ше. Сөйтіп болып жарайды. Екеуі ертесіне ауылға бару керек болады. Наставникке барады. Барса ол кісі өзенге қарап отырып, сабырлы, байыпты көзбен өзенге қарап отыр екен ше. Бір примерно 60 жастарды еңсеріп қалған үлкендеу кісі болған екен. Сөйтіп бұларды көріп ол жылы амандасады. Жаңа қасындағы врач осының өзінің жағдайын айтады. Осындай сізге наставничество келгісі келіп жатыр деген сияқты. İşte түріне қарап тұрып, бірден айтады, мен сені қабылдамаймын дейді. Сөйтіп ана қобалжып кетеді, енді қабылдамаймын деген қалай болады екен. Айтады, мен сіздің не айтсаңыз бәрін істеймін дейді. Мен қабылдаңызшы дейді. Жарайды, қазір сендер қонақсыңдар, тамаққа барайық деп. Алдарына ас қояды, палау қояды, палауды орып жеп алады. Артынша манты қояды, мантыны да жеп алады. Bir кезде тағы бір тамақ келеді. Сонымен мынау түсінбей қалады ше. Бұл не өзі қайта тамақ беріп отыр. Сонымен айтады ғой, наставник бұл қарын тойып тұр ғой дейді енді. Жоқ, сендер қонақсыңдар, қазір тағы сорпақ келеді дейді ше. Сол кезде түсінеді шынымен мынау бір сынақ сияқты ғой деп. Дәл осы сияқты дейді да. Қазір сен басыңда анау қарызың бар, отбасың бар, жалпы жұмысың бар. Басыңды сен неше түрлі негатив нәрселермен толтырып аласың дейді да. Мен саған қазір қанша нәрсе үйретсем де сен басыңа кірмейді ол нәрсе дейді ше. Дәл осы тамақ сияқты дейді да. Сол себепті сен бір өз-өзін тазалауың керек дейді да. Айтады сол кезде, Мехрон айтады, наставник, мен сіз айтқан нәрсенің барлығын істеймін, барлығын дайынмын дейді ше. Наставник түріне қарап күледі да, онда жарайды, 3 күннен кейін кел дейді ше. Екеуміз саған біраз нәрсе үйретемін деп ше. Сонымен ары қарай екінші час басталады, құдай қаласа. Сол кітап бойынша ақпараттар сіздерге қызық болатын болса, астына комментарий жазып, басып кетіңіздер. Құдай қаласа алдағы уақытта екінші часын шығаратын боламыз.